Кіреберіс бөлігі төрт бұрышты, кіреберіс бөлігі кең. Осы есік арқылы кіреміз. Кіреберістің дәл сол жағында топкасы орналасқан, ал оң жағында жуыну бөлмесі мен дәретханасы. Толықтай кафельденген аристон бар, пол теплый пол. Және де кіреберіс бөлігімізде пол кафель, стеналар обой. Сол жақ тұсымызда бірінші жатын бөлмесі. Пластик терезе, чугунный батарея, үйіміздің полы толықтай линолеум. Оң жақ тұсымызда ас бөлмесі стеналары обойланған, пол кафель, және де ас бөлме жиһазы тұратын тұсы кафельденген, осы тұсқа арнайы жасалынған. Терезелеріміздің барлығы решеткіленген. Ал енді басты бөлмелерге қарай өтеміз. Бұл бізде бірінші қонақ бөлмесі, яғни холлымыз. Байқап тұрғандарыңыздай жөндеуі жақсы, тап-таза. Осы қонақ бөлме арқылы үш бөлмеге қарай өтеміз. Екінші жатын бөлменің көрінісі. Мына жағымызда екінші қонақ бөлме, яғни залымыз. Байқап тұрғандарыңыздай көлемді. Терезесі көше жақ бетке қарайды. Жаңа айтып өткенімдей, көріп тұрғандарыңыздай решетка. Ал мына жағымызда үшінші жатын бөлмесі орналасқан. Ал енді осы жүйелі сұрақтарыңыз болса, төмендегі байланыс нөміріне хабарласыңыздар.